Сәлеметсіздер ме оқырмандарым, сіздерге қызықты, мағыналы оқиғаны баяндайтын боламын. Әрдайым осылай қызықты, мағыналы, мәнді оқиға тыңдағыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетсеңіздер. Отбасын ойрандаған еркек. Назира инабатты, сыпайы, бір үйдің мәпелеп өсірген қызы. Әкесі Ерман мен анасы Ақнұр пысық, еңбекқор, білімді қылып өсірді. Назира есімін әжесі қойған болатын. Әжесінің тәрбиесін алып, сұлу қыз болып өсті. Бір үйдің ерке қызы. Уақыт зулап өтіп жатты. Ата-анасы жұмыста кезде Назираны ағалары тәрбиелейді. Бар білгендерін үйретті. Назира ағалары сияқты білімді, саналы болып өсіп жатты. Назира есейген сайын ағаларына өзіндік септігін тигізіп жатқан еді. Ағаларынан үй жинау, ас әзірлеуді үйренсе, тәрбие жағынан қарапайым, еңбекқор, білімді болуға тәрбиеленді. Бір күні Назира үй жинап жүріп, сан алуан тағамдар, тәттілер, сусындар рецептін тауып алып, күнде неше түрлі тағамдар жасай бастады. Ағалары да, жеңгелері де сондай риза еді. Солай уақыт зулап өтіп шықты. Ерке қыз Назира мектепті үздік тамамдап, ағалары сияқты грантқа оқуға түседі. Сабағына барып келіп жүріп, 4 жеңгесіне де қолғабыс болатын. Балаларын ойнатып, күнде көңілді болып жүретін. Жеңгелер де өздерінің әпкелік, жеңгелік ақылдарын айтып сырласатын. Назира оқуын тамамдап, қызыл дипломын қолына алады. Жұмыста бірден табыла кетеді. Назира анасының жолын қуып, мұғалім болады. Жұмыс істеп жүріп, Еркін есімді жігітпен танысады. Еркін қызметкер, ақ көңілді жігіт еді. Екеуі алғашқыда жақын достардай араласатын. Арада жарты жыл өтіп, Еркін Назираға тұрмысқа шығуға ұсыныс жасайды. Ата-анасы оларды жас айырмашылығына қарсы болмай, өзіндік батасын береді. Назира Еркіннен 5 жас кіші болса да тұрмысқа шығады. Уақыт зырғып өтіп жатады. Назираның аяғы ауырлап, 6 айында декреттік демалысқа кетеді. Сол уақыттарда Еркіннің қасына жаңадан хатшы келді, араларында қарым-қатынас бар сияқты деген қыңқу дыбыстар таралып жатады. Бұның соңы неге апаратын Назира қайдан білсін? Солай Назира да декреттік демалысқа шығады. Күндер зулап өте береді. Еркін күнде үйге кешігіп келуді үдете түседі. Назира бар жағдайын жасап, тамағын әзірлеп, үйін жинап, Еркін ұнататын тамақтарды күнде дайындап отырады. Бірақ Еркін өзінің уақытында келмей, күнде кешігіп келеді. Бұл жағдайлардың барлығы өзі аяғы ауыр Назираға қатты әсер етеді. Содан күнде ұрыс ыдыс-аяқ сылдырлай бастайды. Ұрыстың себебі Еркіннің үйде тұрмауы, үйге кешігіп келуі, Назираға ауыр-ауыр сөйлеуі, бұның барлығы Назираға қатты әсер тигізеді. Еркін күні үйіне келген кезде Назира қатты ауырып жатады. Бұл толғақтың белгісі болатын. Сонымен екеуі жинала кетіп, перзентханаға барады. Еркін давада ұзақ күтеді. Назира қатты толғатып, 12 сағат дегенде шырылдап дүниеге сәбие келеді. Оны көрген Назира қатты шаршағанын сезініп, бар шаршағанын ұмытып, баласын қолына алады. Бұл қуанышты жаңалық екеуіне де қатты әсер етеді. Бұны естіген Еркін қатты қуанады. Сонымен Назира саданда шығады. Сөйтіп, емен десе мен той болып, үлкен қуанышты жаңалықты әулетімен бірге қарсы алып, сәбиін перзентханадан шығарып алады. Сонымен Назира күнде баламен жүріп, Еркінге деген көзқарасы өзгеріп, Еркіннің не істеп жүргеніне де мән бермейтін болды. Бұл жағдай Еркінді қатты босатып жіберді. Өзіне мән бермеген Еркін өзінің жүз жасаған одан сайын үдете түсті. Содан қасында хатшысымен күнде бірге болып, бірге жатып, уақыттары өтіп жатты. Бұнымен Назираның жұмысы да жоқ еді. Себебі оның бар көңілі баладан болатын. Кішкентай сәбиін жуындырып, киіндіріп, кәдімгі қуыршағы сияқты бар назарын сол сәбиіне аударады.
Сонымен бір күні Еркін таңғы 5:30 шамасында үйге жетеді. Назира, сен қайдан келдің? Не жағдай? Күнде осы. Еркін, қашан ерте келесің? Мен сенің бар жағдайыңды жасап отырмын. Үйде балаға қарап отырмын. Сен неге бұл жағдайды тоқтатпайсың? Дейді. Еркін еш нәрсе деместен үйінде киімін ауыстырып, қайтадан жұмысқа жөнеледі. Күндер өтіп жатады. Bir күні Еркін үйіне өзінің хатшысын алып келеді. Сөйтіп есігін қағады. Есігін Назира ашады. Қараса, қасында 16-17 жас шамасында жап-жас қызды жетектеп Еркін тұрады. Еркін, мен зеріктім, қасымда адам жоқ, мені жалғыз тастап кетесің, жалғызсыраймын деген сұрақтарының жауабы міне. Енді жалғызсырамайтын боласың. Осы менің көңілдесім, екеуің бір үйде тұрасыңдар. Жұмысым жоқ, тату боласыңдар. Көңілдесімді қарсы ал деп Еркін ішке қарай атыла кіріп кетеді. Ал жаңағы жас сұлу 16-17 шамасындағы жас қыз болатын. Бұны көрген Назира қатты таңырқай қарап, не істерін білмей тұрып қалады.